Кім бір нәрсеге қатты тұрады, сол сүннет оны жақсылық қалып барады. Бірақ ана жатарда темекі шегіп жататын сүннетті айтып жатқан жоқпын. Кейбір адамдардың сүннеттері бар ғой, орындамаса тақуалығы әлсіреп, әбіржіп, үйінде төбелес шығаратындар бар ғой. Қайықта шешсең мен темекім деп, Құраным қайда деп уайымдайтындар сияқты отыр. Енді қалай жатам мен Құран оқымай деген сияқты. Үйді аластамай, қалай жатам мен? Туалет жақ не болады енді? Түнде, біз үйде жатқан кезде. Кейбіреулер ше, темекі шекпесе шықпайда қалады, білесіңдер ма? До того үйреніп кеткен, темекі шекпесе шықпай қалады екен ғонқы. Өтірік емес жігіттер, еркек шәңме. Бүйтеді, тауып берші, өзі іші өтіп тұр. Тауып берші, неге? Шықпайды. Неқтан түтінмен итермесе шықпайды анау. Неге? Ми уже соған жатып қалған ғой. Сөйтіп барып тұтатады ғой, құрғағына шейін шығып кетеді ғой. Ал мынаны тұтатпаса, іші өтіп тұрса да шықпайды ол. Бүйтіп алады да іздеп жүре береді. Бош тұтатшы деп ше. Шынымен жігіттер сондай. Өтірік па? Оны басынан өткендер біледі оны, Содан кейін ғой қалаға барып келсе де алып келеді ол. Сөйтіп шегіп болып, әлхамдулилля деп жатады. Енді тыныш жатуға болады.